Достар, видео бастамай жатып мен өзімнің курсым туралы айтып кетемін. Мен Telegram каналда, яғни фитнес курсын өткізетін боламын. Яғни ол жақта сізде салмақ қосу, салмақ тастау және бұлшық массасын арттыру, тестостерон тағы да басқа мәліметтер біле аласыз. Описаниеде бар. Хей, барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге мен Айдар. Достар, бүгінгі видеода деген ешқандай Майнкрафт видео болмайды. Мен деген өзімнің сообществомда, яғни екі сообщество салған болатын. Ненің суретін салайын және сұрақ қойып кетіңіздер деп маған Ясин деген ютубер жазған болатын. Ютубер деген андай 100 подписчигі бар адамды айтып ғой. Бірақ андай болады шыны керек, еңбек етсек мотивация кетеді. Тақырыпқа оралайық. Короче, так, біріншісі, жасың нешеде? Менің жасым 14-те. Жақында осы 31 мамырда 15-ке толамын. Қиын енді қартайып отырық. Ой, так, екінші сұрақ. Так, бізде екінші сұрақ, қай қалада тұрасың? Мен деген Ақтөбе қаласында тұрам, бірақ өзімде емес, ауылда тұрам. Келесі сұрақ бізде, так, сен қандай телефон ойындарын ойнағанды жақсы көресің? Так, маған негізі былай айтқанда, бұрындары негізі көбісі былай Free Fire ойнап көрді деп ойлаймын. Free Fire былай көбісі ойнады, сол көбісі былай уақытын 24-те 7 соған арды деп ойлаймын. Бірақ қазір енді Free Fire'ның заманы кетті. Бүкіл енді ұлттар болса, түсінетін адамдар болса, кәдімгідей түсінеді. Бүкіл затты, бұрынғы заттарды қоста деген бүтірлік кетеді деген сияқты. Сол үшін интерес кетіп қалды, короче, ойнаған келмей кетеді. Ал қазіргі кезде былай Майнкрафт бір андай ойындар бар ғой, короче, типа инди хоррорлар, типа хоррор деген келмей тұр. Сондай ойындар, типа кішігірім ойындар андай бір қызықты, сондай ойындар негізі ұнайды. Былай түсірем деген негізі ойлар бар. Және екіншісі, бізде сен 1 миллион подписчикке жеткенге дейін, анаяқта походу бір ноқ қойған едім, 1 миллион подписчикке негізі кез келген ютубер негізі былай ютубер емес, кез келген адам жеткісі келеді деп ойлаймын. Өйткені ол үлкен нәтиже. Мысалға, жақында емес енді, бір қанша жазда емес, даже бір осы күзде шығар. NoNeGZ 1 миллион подписчикке жеткен болатын. Ол бұрыннан бері түсіріп жатқан ютубер, кәдімгідей мықты. Нешінші 7-8 жыл оқып қалды ғой. 2017-тен бері жатқан өте мықты ютубер. Сондықтан рекламасын жүрсен NoNeGZ тіркеліңдер. Достар, каналға лайк бастырып кетіңіздер. Бізде енді бірінші, яғни осы сұрақ жауап бітті. Ал екінші бізде достар, яғни мен тағы да сообщество салған болатын. Ненің суретін салайын деп. Бізде деген жақтарда какашының суретін салшы деген екен, Ясин. Так, бізге какашының суретін салу үшін бізге оны не істеу керек қой? Или былай өзім ойымша салып көрейін ба? Негізі былай қарап алмасам, бірақ бір түрлі кететін сияқты. Еще мен деген мынандай заттарды қолданбаймын, яғни тіке қалатын мынандай заттарды қолданбаймын мен. Чисто өзімнің қолыммен салам, шедевр көрсем ғой қазір. Суретшімін ғой, 4 жыл суретке қатысам, ойнамаңдар. Так, какашының суреті білмеймін, бүйтіп қайық, мынау маскасы ғой, типа мынандай шашы примерно келтіріп отырмын. Так, типа мойны, так, типа ой, так, достар, кетірсек бұдан бәрін. Қазір какашының суретін бірінші бізге экранға қойып алайық. Так, достар, мен примерно какашының түрін қарап алған болатынмын. Қазір салып көрейін енді. Бізде деген енді киімдерін салмай қойын, просто мойнынан бастап салайық. Так, бізде мына жақта мойны. Так, енді суретші емеспін, достар, мен қатты айтпай қойын, çünkü мойны кішкентай қойды. Ұзартайық. Ой, жама. Так, примерно осындай қойық енді. Кішкене ұзын болсын. Так, мына жақтары кішкене андай несі, мойны. Так, мына жақтары бізде деген енді достар, шедевр сурет күтпей қойыңыздар, мен шыны керек айтайын. Так, бізде маскасы, мына андай маскасы. Так, еще қазір боямыз достар бұны. Так, мына маскасы, и бізде так, бұның еще тағы бір көз жабық тұрады ғой, андай болып жабық тұрады. Так, маскасының жалғасы. Так, мына достар, мен көз саламаймын, кешірім сұраймын кішкене. Так, мына бізде шашы, осындай, примерно осындай ғой, не болып кетті. Так, осындай, примерно мына шашы осындай да, келтіріп салайын. Так, какаши ұқсады ма достар? Какаши мынау тіпті ұқсамай кетті. Так, солай мәсал. Так, мына типа шаринген қойық. Қызыл цвет қаяқта, мына қызыл цвет. Так, шаринген қоямыз қазір.
Шаринган. Так. Опа. Міне достар қараңдар. Шерин хан. Как бояйық кішкене. Так, не қайда ана? Краска. Так, бізге нақтарда. Так, достар, серьезно айтайын, мынау говно болып кетті. Так, кішкене ақпен араластырамыз. Так. Кішкене мынандай қояйық. Мәш, мынау не көп. Так, примерно надо. Несін салған жоқпын ана. Аталады мына. Заттың, короче, атын несін. Ой. В общем, мына зат салған жоқпын мен. Тұрады ғой жеріп, мынандай. Тұрады ғой. Мынандай. Жүрсін салған жоқпын. Все, міне осындай. Так, мына шашы ақ тұра берсін. Так. Солай. Шашым примерно қойды. Мынандай қыламыз. Так, достар, мынау что-то какашеге ұқсаған жоқ. Не мынау? Аваларына қоқасыңдар болады, достар, мен типа Айдар жазады деп достар какаши салдым. Енді мен телефон болғандықтан кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін. Әрине сақтап қойыңыздар. Так, достар, екінші сурет бізде игра кальмардағы охранник. Бізде игра кальмардағы охранник бізде пермен келтіріп алайық. Так, басы осындай. Бізде сұнаяқтарда мынандай заты бар басында. И кішке детальдармен салайық. Мынандай заты болады, мынандай. Кішке несі болды ондай. Маскасын сөйлейтін бір заты. Сосын қазір бірінші денесін салайық. Примерно осылай. Так. Осылай. Так. Мен осылай. Примерно аяқ жағын салмай қойын, достар. Так, мына жақтарды мына жақтарын өшіріп жіберейік, қолдарын. Біз қолдарын саламыз. Так, жоқ, мына жақтарын өшірейікші. Жоқта бір рейға қысып болып кетті ма? Так. Мен осылай. Ішіне өп кетті ма? Достар, мен мынандай охранник, кәм огромный. Мынандай охранник көріндірмесіңдер. Так, я осы. Так, осындай. Короче, мына жақтарда мынандай заттар бар еще. Мен осындай заттар бар. Достар, айттым мен видео бастамай тұрып. Күтпей қойыңдар да, ондай шедевр. Осындай. Так, сосын не бар? Шапкасы, шапкасы қасқа. Несі бар анандай? Капюшон. Ішіне мәс алған капюшон. Капюшон емес, не көт. Короче. Несі келді. Так, енді біз бояймыз қазір. Так, қызыл түске бояймыз. Осындай алып. Мә. Так, қара болды. Так, мынау қызыл. Бізде қара татыр қазір. Бізден мынау ақ болды ма еді, достар? Ұмытып қалдым мен. Так, қайсысы ақ болмайды вообще? Бірақ ешқайсысы ақ болған жоқ. Так, алар қара. Так, ода қара. Қара. Ақ қыласақ, достар, қара. Бұны сұрғылған жақсақ, ше мен ойымша. Сұрлы болған. Сүрленіп кеткен еді. Так, примерно осындай жақсы. Достар, не мынау? Игра кальмар ма? Игра кальмар көрсе деген. Так, примерно осындай болып шықты, достар. Енді айттым мен, достар, видеоны айтса хейт керек емес. Просто мен телефоннан шыны керек ыңғайсыздау. Егер компьютер ноутбук болса, мен баяғыда кәм әдемі алып тастадым, кәмшілер алып. Пісе былай, телефонда шыны керек ыңғайсыздау. Былай енді мышкамен, андай клавиатурамен болады. Қосып ше, андай телефонға орнататындар бар ғой. Онымен болса негізі нормально. Андай еще планшеттер бар. Қазір үшінші суретке кеттік. Так, бізде деген үшінші сурет Майнкрафттағы сейфті салыш. Қазір Майнкрафттағы сейфті саламыз. Достар, мен енді мынандай тек-текстерді қолданамын дегенде адамдарды айтқан жоқпын деп па. Жоқ, шынымен, достар, Майнкрафттағы скинді былай салу кішкене қиындау. Былай шыны керек қиындау. Сынағыр мен қалғай өтті. Бұл шыны керек бес қойып кетеді. Солай жоқпен қайсы екен. Так, бірақ налар мен қалған екен. Бұл үшін андай өтіп кетеді. Так, достар, бізде деген қалай қылсам бат. Так, мынау все таптым. Жоқ, болмайды екен ғой. Так, достар, онда қазір мен деген бүйтіп көрем. Стивті қалай салсам бат, достар. Так, Стивті салу үшін бізге ойлану керек, қалай саламыз.
мынандай ғой. Так, достар, короче, ем айт достарымның қарына мана өшті. Өшті. Так, шына қатып отыр енді. Так, достар, мен что-то видео созылып кетті. Так, все. Короче, бізге Майнкрафтта Стив керек. Ол үшін бізге кішкене басын өстіп жасап алайық. Қолын жасаймыз. Так, қол осындай. Екінші қолын жасаймыз. Так, мен осындай. Деген денесі. Сіздер енді қанша рет айтып отырмын. Шедевр күтпеңіздер. Так, аяғы осындай қылайық примерно. Тек енді Стив дұрыс шығуы мүмкін, достар, өйткені Стивте бізде қатты ондай не керек емес, ондай шедевр ол, өйткені 4-5 пиксельдермен салсақ болады. Так, мына кішкене пиксельін азайтайын, мына өшіргішін. Тағы да өшіріп кетіп барлығы. Жерлерді өшіріп жіберейік. Так, мына жақтар қазір аппақ болып қалады ғой, иә. Айтыр башын. Так, біздер еще Стивтің түрін салу керек, оны Roblox сатып жіберсін, иә. Так, бізде еще, достар, Стивтің достар, короче, кішкене қарап келдім Стивті. Так, бізде деген жақтарда көріп тұрғаныздар, аяғының ортасы кішкене бір түрлі көтті, кішкене ұзынды болып, кішкене осы жақ жүзде жіберейік. Так, мынамен осылай. Және аяғының ортасын түп-түзу қылайық. Бір кетеді ғой. Так, енді бізге аяқ жағы кішкене көктеу, қою көк, иә. Так, не істейік? Бізде қою көк. Так, қалай өткен аппақ болып тұрған. Ой, емі. Айтарым сізге. Так, бізде енді Стивтің түрін салу қалды. Бізде Стивтің түрі қандай, достар? Қалдым ғой. Так, бізде Стивтің түрі кішкене төрт бұрышты салайық. Так, мұндай. Енді бір неге қысап кетті ғой. Ну, погоди, ашандай. Бір робот бар еді, короче. Қасқырды кәдімгідей қорқытатын. Мен өзім де қорқамын одан. Соған қысап кетті ғой. Так, кішкене мына несін алайық. Сатын. Так. Мәш, мен өшіріп жатырмын ба? Так. Ей. Шынаны. Так. Короче, мәш, аузын қалай салсам болады дейді, аузын салмай қойын ба? Короче, достар, көзін саламыз. Көзін саламыз. Типа қабағын несек бақ. Бесіпше. Все. Типа, ұсын қауызын саламыз. Все, достар, күлдірді қойдық міне. Қазір, достар, прикол берем. Каз. Бітеміз. И бітеміз, достар. Херобрин, достар, көріңіздер ме? Херобрин станын. Так, достар, міне. Стив Аджаритен. Стив тегесінен Стив салайық, достар. Так, Стив. Қонды Стив. Так, ақылды Стив. Ой. Достар, міне. Так, бізге деген дөңгелек қол керек, иә. Так, налаптық. Осы Стив, достар, өте үлкен уақыт алып кетті, что-то. Үшті керек, ой. Так, көзін саламыз. Мәшіне күтінен бір көз. Так, мә саған әй жақсыра берсін. Әй жоқ. Біз художникпіз, достар. Ой. Біз художникпіз. О, все мне. Нормально кішкене енді. Вот. Енді бізге қара түспен. Так, көздерін үшін бояп тайын. Так. Ой. Все, достар, міне Стив. Енді сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.